Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қора. Жоба демеушісі Самал озондалған табиғи ауыз суы тауар маркасымен Конфорс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Pixar Animation Studios компаниясы Walt Disney Pictures компаниясымен бірлесе отырып, бүкіл әлемге Коконың құпиясы атты жарқын музыкалық анимациялық фильмін ұсынды. Ал 16 қараша күні Астана және Алматы қалаларында осы анимациялық фильмнің қазақ тіліндегі нұсқасының алдын ала көрсетілімі өтті. Алматы қаласындағы алдын ала көрсетілім Алматы қаласының әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Дубляж режиссері, театр кино актері Шахмұрат Ордабаев. Бұл режиссер ретінде Галактика сақшылары 2-ші бөлім, Өрмекші адам, үйге оралу жобаларының кейінгі 3-ші жобасы. Ал актер ретінде 11-ші әрі 1-ші анимациялық фильмі. Бұл балаларға мультфильмдерді қазақ тілінде көрген бір ерекше бір сезім береді. Сондықтан осындай шаралардың бәрін жасалып жатыр. Менің ойымша, мынау мемлекеттік тілде сөйлейтін, мемлекеттік тілде ойлайтын азаматтар осы мемлекеттің, Қазақстан Республикасының нағыз жанашырлары деп айтса болады. Бұл мультфильмде өмірдегі ең басты қолдаушың ол отбасың екендігі көрсетіледі. Ал басты кейіпкер Мигельдің шытырманға толы өмірі мен керемет үйлесім тапқан әндер барша көрерменге ой салары сөзсіз. Менің сомдайтын кейіпкерім Мигель. Ол өзі ән айтқысы келеді, бірақ отбасы оған рұқсат етпейді ән айтуға. Бұл мультфильм балаларды достыққа шақырады. Бұл мультфильм маған қатты ұнады. Дубляжға 35-тен астам актер қатысты. Соның ішінде Олжас Жақыпбек Гекторда, Сайлау Қамиев және Нұркен Өтеуілов Эрнесте де ла Крузда, Бекназар Ханинга Лейло Мигельдің әжесін, Айнұр Бермұхамедова Мигельдің анасын дыбыстады. Жұмыс барысы өте қызықты болды. Сондықтан менің көңілімнен шықты, қызықты болды, қиын болды, күрделі болды. Мен бұл фильмде дыбыстаумен қатар музыкалық жетекші ретінде жетекшінің жұмысын атқардым. Бұл өте жоғары деңгейдегі мультфильм. Фильмнің алдын ала көрсетіліміне жобаның идеялық шабыттандырушысы, болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, Нұр Отан партиясының хатшысы Ғабидолла Әбдірахымов, болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бақтияр Мәкен, дубляж актерлері, өнер жұлдыздары Сәкен Майғазиев, Кентал, Ринга тобының әншісі Аян Бірбаев, шоумен Марат Оралғазин, блогерлер, жастар ұйымдарының өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары, балалар үйлерінің тәрбиеленушілері қатысты. Коконың құпиясы өте жоғары дәрежеде дубляждалған анимациялық фильм екен. Туындының айтары, берері өте маңызды. Отбасылық қарым-қатынас, отбасының жаңағы құндылықтары, отбасын қадірлеу, отбасын сақтау, бірінші орында отбасын қою. Сондықтан туынды маған ұнады. Әсіресе дубляжда актерлардың жұмыстары жақсы көрінді. Жасалу деңгейі, дыбысталу деңгейі, жаңағы техникалық жағынан да барлығы маған маман ретінде көзге бірден көрініп тұр. Сондықтан өте жақсы баға беремін. Жобаның ұйымдастырушысы Марвин компаниясының қолдауымен болашақ корпоративтік қора қазақ тіліне дубляждау жұмыстарын Арай Медиа Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды. Дубляждың демеушісі Самал озондырылған табиғи ауыз су тауар маркасымен Конфорс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.